Shell Қазақстан компаниясы және Kaz Energy қауымдастығы жоғары оқу орындары студенттері арасында Student Energy Challenge байқауының 7-ші маусымын және колледждер оқушылары үшін Student Energy Challenge Junior 3-ші маусымын өткізудің басталғанын жариялайды. Қоршаған орта өзгеріп жатқандығы жөнінде ойланасың ба? Ғылым және технологияның дамуы сені қызықтыра ма? Пікірлестерің жаныңнан табыла ма? Команда құрып, зияткерлік байқауға қатыс. Жобаны зерттеуге арналған грант иегері атан. Байқаулар мақсаты студент жастары арасында өзара іс-қимыл жасау, тәжірибе, білім алмасу және энергетикадағы жаңа технологиялар, экология және қоршаған ортаға шығындыларды төмендету, қалдықтарды кәдеге жарату және қайта өңдеу салаларында инновациялық шешімдерді әзірлеу. Байқауға қатысуға жоғарғы оқу орындардан 18 мен 25 жас аралығындағы және колледждерден 16 мен 21 жас аралығындағы студенттер шақырылады. Команда 2-ден 4 адамға дейін болу керек. Ұлдар мен қыздардың бір командаға қатысуы құпталады. Байқауға қатысушыларға Shell компаниясының тәлімгерлері мен ынтымақтастық орнатудың бірегей мүмкіндігі, сондай-ақ сыни ойлауды дамытуға бағытталған Shell Explorers тренингінен өту мүмкіндігі беріледі. Тренинг барысында қатысушылар өз жобаларының паспорттарын әзірлеу және оларды одан әрі қорғау кезінде командалардың мақсатқа жетуі бойынша күрделі міндеттерді шешуді үйренеді. Student Energy Challenge жалпы жүлде қоры $15,000 құрайды. Student Energy Challenge Junior жалпы жүлде қоры $7,500 құрайды. Командаларды тіркеу 2023 жылғы 3 сәуірден басталады. Өтінімді www.kazenergy.com сайтында қалдырыңыз.